Нәжістің бұзылуы, үлкен дәретке сирек бару, ішектің тұрып қалуы. Осы бұзылулардың барлығы тоқ ішекте нәжіс тастарының пайда болуына, сондай-ақ жағымсыз іш қатуға келуі мүмкін. Нәтижесінде бүкіл ағзаны ыдырау өнімдерімен уландыруы мүмкін. Және де соның салдарынан тоқ ішек қатерлі ісігінің пайда болуы да әбден мүмкін. Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарасаңыздар, біз сіздерге дұрыс тамақтану арқылы тоқ ішекті тазартуда және бүкіл асқазан ішек жолдарының қалыпты жұмысында тиімді көмекші болып табылатын өнімдер туралы айтып беретін боламыз. Ішекті не үшін тазарту керек? Тоқ ішек миллиондаған пайдалы микроорганизмдердің баспанасы болып табылады. Олар нәжісті ғана емес, сонымен қатар тағамнан қоректік заттарды сіңіруге және бүкіл денені қауіпті бактериялар мен вирустардан қорғауға қатысады. Осылайша сау ішек мықты денсаулықтың басты кепілі деп те айтуға болады. Тітіркенген ішек синдромы және созылмалы іш қату бұл ең көп кездесетін мәселелердің бірі. Әлемдегі адамдардың жартысынан көбі осыдан зардап шегеді. Бұндай бұзылулар әсіресе дұрыс тамақтанбаған кезде, жүктілік кезінде, егде жастағы адамдарда және операциядан кейін. Сонымен қатар ұзақ дәрі-дәрмектер қабылдаған адамдарда жиі кездеседі. Егер сіз дәретханаға күніне кем дегенде бір рет бармасаңыз, онда тамақ қалдықтары мен улы заттар ашыту мен тоқ ішекте шырыш пен бактериялардың пайда болуына әкеліп соқтырады. Бұл токсиндердің қанға қайта енуіне әкелуі мүмкін. Нәтижесінде іштің ауруы, құрысулар, созылмалы шаршау, іш қату, әлсіздік, бас ауруы және аллергиялық реакциялар пайда болады. Сонымен қатар энергияның жетіспеушілігіне және басқа да асқынуларға әкелуі мүмкін. Ал мұндай бұзылуларды алдын алу үшін сіз ішектеріңізді уақытылы тазартып отыруыңыз керек. Тоқ ішекке қандай тағамдар өте пайдалы? Бірінші, әрине бұл су. Тоқ ішектің ең үлкен проблемасы іш қату. Іш қату кезінде ішек қабырғалары көп сұйықтықты сіңіреді, ал судың жетіспеушілігі кезінде одан да үлкен асқынуларға келуі мүмкін. Қарапайым су адамды іш қату проблемасынан құтқара алатындығын бірі білсе, бірі білмейді. Іштің қатуы кезінде көп суды ішу нәжісті тез және қауіпсіз қалыпқа келтіруге көмектеседі. Осылайша су ішектегі газдың түзілу процесін азайтады, нәжісті жұмсақ етеді, тоқ ішектің қабырғаларын тазартуға көмектеседі, ауырсынуды жояды, перистальтиканы белсендіреді және патогендермен күреседі. Сондықтан дене салмағына байланысты күніне шамамен 2-3 литр таза және жылы су ішу керек. Сонымен қатар сіз диарея кезінде де судың тапшылығы белгілерін болдырмау үшін көп сұйықтық ішу керек екендігін білуіңіз керек. Екінші, зімбір. Уақыт өте келе тоқ ішектің қабырғаларында және бойында нәжістің қалдықтар жиналады. Нәтижесінде іште токсиндер түзіледі. Олар ішек қабырғаларын тітіркендіреді және қайтадан қанға сіңеді. Осылайша оны улайды. Сондықтан тоқ ішекті барлық оқыстардан үнемі тазарту маңызды болып табылады. Бұл жағдайда зімбір тамыры өте жақсы болып келеді. Бұл табиғи іш жүргізетін дәрі. Ол ішектің қозғалысына жақсы көмектеседі. Ас қорыту жүйесін нығайтады, тәбетті ынталандырады. Тамырдың 100 грамында суда оңай еритін, гелге айналатын және нәжісті жұмсартатын диеталық талшықтар бар. Сондықтан ол тоқ ішек арқылы оңай өтеді. Зімбір ағзадан токсиндерді кетіруге қатысады, газды азайтуға көмектеседі, ыстықты шығаруға көмектеседі және ас қорыту процесін тездетеді. Ішек жолдарын босаңсытып, тыныштандырады және ішек қозғалысын реттейді. Оның құрамында дұрыс ас қорытуға көмектесетін көптеген Б дәрумендері бар. Осылайша зімбір тамырын қайнатып, шай түрінде тамақтанғаннан кейін күн сайын жалпы 2 кеседен ішіп тұруға болады. Сонымен қатар зімбірдің балғын шырынын немесе шикі түрінде де қолдануға болады. Үшінші, қара өрік. Қара өрік сонымен қатар жұмсақ табиғи іш жүргізетін дәрі болып табылады. Оның құрамында ішек қозғалтқыштығын жақсартатын көптеген диеталық талшықтар бар. Сондай-ақ қара өрікте токсиндер және бос радикалдармен күресетін, қатерлі ісіктің дамуына жол бермейтін көптеген антиоксиданттар бар. Қара өрік аллергия тудырмайды, сондықтан оны тіпті 1 жасқа дейінгі балаларға, сондай-ақ жүкті және қарт адамдарға да беруге болады. Мұны істеу үшін күніне 6-7 кептірілген жемістерді жеу немесе атвар мен компот жасау жеткілікті болып табылады. Төртінші, авокадо. Басқа тағамдармен салыстырғанда авокадо құрамында көмірсулар аз. Бұл ішектегі ашытудың пайда болуына жол бермейді. Сонымен қатар авокадо омега-3 май қышқылдарына және ағзаға жақсы сіңетін басқа да өсімдік майларына бай болып келеді. Ол зиянды холестеринді кетіруге көмектеседі және тоқ ішектің қабырғаларын майлап, жұқа қабат түзеді. Бұл ішекте қалдықтардың жиналуына жол бермейді.
Бұл сонымен қатар тоқ ішек қатерлі ісігінің дамуына қарсы тұрады. Мұны істеу үшін күніне шамамен 100 грамм авокадо жеу жеткілікті, бірақ оны асыра жеуге болмайды, өйткені өнім диарея тудыруы мүмкін. 5. Ноқат немесе нут. Оның құрамында диеталық талшықтың көп мөлшері бар, атап айтқанда дөрекі талшық. Бұл талшық ішектерді ыдырау өнімдерінен және токсиндерден тез тазартуға, сондай-ақ іш қатудың алдын алуға өте ыңғайлы. Бірақ ноқатты бауыр және ұйқы безі ауруларында, сонымен қатар жиі метеоризм кезінде де қолдануға болмайды. 6. Ашытылған сүт өнімдері. Айран, ашытылған сүт немесе йогурт. Олардың құрамында ішек денсаулығын қолдайтын ең құнды бифидобактериялар бар. Олар ішек моторикасын тездетеді және ыдырау өнімдерінің ашытуы мен ыдырауын тудыратын патогендік микрофлорамен күресуге көмектеседі. Мұны істеу үшін сіз әр кеш сайын 1 стаканнан айран ішіп отырсаңыз жеткілікті. Алайда есіңізде болсын, майлы сүт немесе сүзбе ісіну мен іштің қатуын тудыруы мүмкін. 7. Сүйек сорпасы. Оның құрамында тоқ ішек жасушаларының регенерация процесіне қатысатын коллаген мен амин қышқылдары бар. Сорпа іш жүзінде зиянсыз болып келеді, сондықтан оны кез келген адам және кез келген жаста ішуге болады. 8. Қырыққабат. Қырыққабат бұл өте пайдалы өнім. Бұл ішектегі пайдалы бактериялардың көбеюіне әкеледі. Сондай-ақ ол денені С дәруменімен қамтамасыз етеді. Осылайша ас қорытуды қалыпқа келтіреді. Ішектің шырышты қабығында қабыну процестерін жеңілдетеді. Ал күніне 150 грамм өнімді жеуге болады. Бірақ гипертониялық науқастар мен асқазан қышқылдығы жоғары адамдар үшін қырыққабатты жеуге болмайды. 9. Шпинат және шавель. Бұл көкөністер дөрекі талшық бойынша рекордқа ие. Өздеріңіз білетіндей, талшық ішектің қозғалтқыштығын жақсартады және осылайша іш қату ықтималдығын азайтады. Ал шпинат тоқ ішек дивертикулезі ауруының даму ықтималдығын төмендететіні дәлелденді. Бұл аурудың салдарынан ішектің бітелуі дамиды, ауырсыну синдромдары, сонымен қатар ауыр қан кетулер пайда болады. Шпинатты үнемі тұтыну аурудың пайда болу қаупін едәуір төмендетеді. Көкөністі күніне 100-150 граммға дейін жеуге болады. Бірақ көкөністегі оксал қышқылының көп болуына байланысты шамадан тыс тұтыну бүйрек тас ауруын тудыруы мүмкін. Осылайша біз сіздерге тоқ ішекке арналған ең пайдалы тағамдардың тізімін көрсеттік. Бірақ осымен ішек құрылысына пайдалы тағамдардың тізімі аяқталмайды. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.